Окей, хай, қалайсың? Бүгін біз баланс туралы әңгімелесетін боламыз. Кстати, мен атын Меркеназым. Бұл екінші, по сути, подкаст болайын деп тұр. Так что, бастайық. Окей, баланс деген сөз нені білдіреді? Давайте содан бастайын бірінші. По сути, негізі мен интернеттен қарадым, оказывается, грекше негізі сөз болған, баланс, яғни би, вот это басындағы сөз, ол означает, яғни оның мағынасы екі. Ал лангс деген екінші сөзі, ол чашка немесе белгілі бір мөлшер, яғни екі мөлшер, екі чашка деген білдіреді екен. Басында әрине былай қарасақ болады, что физикалық нәрсені білдірген, мысалы екі чашка бірдей баланс болуы, белгілі бір қалай болады? Қол бір физический нәрселер болады, өлшейтін. Сондай білдірген, то есть екеуінің арасындағы баланс болу деген. Кейінірек енді уақыт өткен сайын бұл сөз өзінің басқа да мағыналарын білдіре бастады. Яғни қазір біз білеміз, что өмірде баланстау, әрбір түрлі біздің сфераларымыз бар өмірімізде, яғни бұл бізде семья болсын, яғни отбасымыз, одан бізде сабақ, немесе жұмыс, ары қарай кете береді. Или хобби, саморазвитие, кітап оқу деген сияқты. Қазір соны білдіреді. Яғни солардың арасында баланс ұстауды, соларды баланс ұстау. Яғни бір жаққа қатты кетіп қалмау. Баланс, чтобы баланс құртылу үшін мына жаққа көп кетпеу деген сөзді білдіреді. Яғни бүгін мен осы өмірде қалай баланс жасақ болады, соны сол туралы талқылаймын. Өміріміздегі әртүрлі сфералардағы баланс. Вообще, давайте ең бірінші ең маңызды сұрақ. Не үшін баланстау маңызды? Не үшін вообще әңгімелеп, мән қойып, ойлану баланс туралы? Не үшін ол бізге қажет? Оның маңызды қанша? Қаншалықты ол бізге маңызды? Мәселе в том, что, не знаю, бұл может біздің осы табиғи адамдарға тән нәрсе. Егер біз белгілі бір жаққа қатты кетіп қалсақ, мысалға жұмысқа қатты кетіп қалсақ, біз шаршаймыз, қажимыз. Тупо шаршап кетесіз белгілі бір іс-әрекеттен. Егер өте үлкен уақыт бойы, ұзақ уақыт бойы және өте үлкен күш жұмсап, белгілі бір нәрсені істей берсең, біз шаршаймыз. Былай айтқанда выгорание болуы мүмкін. Может, осы бір адамдарға тән, нәрсе. Одан бөлек белгілі бір мысалы жаңағы сол жұмысқа тек көңіл бөле берсек, қалғанда басқа өзімізге на самом деле маңызды сфераларымыз көңіл бөлінбей, олар қалып қалуы мүмкін. Хотя олар саған өте маңызды нәрселер, сенің жақсы, өзің жақсы сезіну үшін өміріңде жаңағы удовлетворенность, белгілі бір қанағаттылық сезіну үшін, өзің жақсы сезіну үшін, бақытты сезіну үшін керек приоритеттегі негізі сфералар, бірақ просто дело в том, что сен белгілі бір нәрсеге, белгілі бір сфераңа өміріңдегі көп көңіл бөлесің, қалғандары көңіл бөлінбей қалады, былай айтқанда. Және де оның бәрі алып келеді бізде осы өмірде қанағаттылықты сезінбеуге, яғни өз өмірің не устраивает, былай айтқанда, сен өзіңді бақытты сезінбейсің, өзің көңілді сезінбейсің, шаршаңқы болуы мүмкін. Ең маңызды бұл жерде әрине шаршаңқы сезінуің, қаншалықты ұйықтасаң да ұйықтау көмектеспейді бұл жақта. И это жақсы нәрсе емес. Давайте, осы жерде маңыздылық. Өзіңді в целом не очень сезінуің ғой, былай айтқанда, егер баланс ұстамасақ. Баланс негізі жоспар құрулықпен өте жақын негізі. Себебі просто так баланс ұстаудан бөлек, мен ойымша оны жоспарлау қажет. То есть наглядно өзін саналы түрде жоспарлау. Маған осы жерде көмектеседі негізі Google календарь, реклама емес, просто сол жаққа жазасың, белгілі бір мен аптамды по сути ол жақта пландайып, сол жақта наглядно негізі көре аласың. Мысалы дүйсенбіден бастап жаңағы пятница жұмаға дейін не істейтінің, одан кейін суббота воскресенье, демалыс күндері не істейтінің. Яғни ол жерде наглядно білуге болады, қанша уақыт сен жұмысқа құртыватсың, қанша уақыт сен жаңағы кітап оқу, саморазвитие, қанша уақыт сен жаңағы социализация, яғни бұл жерде достарымен, туысқандарымен, жақын адамдармен қыдыру или жүру, сөйлесу деген сияқты. То есть осы жерде наглядно көре аласыз, қай жаққа қатты кетіп жатыр, қай жақта аз кетіп жатыр, қай жақта демалып жатсың да, соны білуге болады. В целом не обязательно әрине Google календарьда, просто бұл жақта білу керек осознанно. Прям саналы түрде, мысалы, НТ-ға дайындалып жатсаң, немесе любой, белгілі бір нәрсені сабақ оқып жатсаң, мынанша уақыт сабақ оқимын, одан соң демалам. То есть прям саналы түрде осы жоспарлап ойлануым керек, чтобы мысалы себебі көп сабақ оқып жатсаң уже непродуктивно болуы мүмкін. Мен бірнеше рет айттым әрине, сен уже шаршайсың, уже информация кірмейді миыңа. Сондықтан өте маңызды жоспарлаумен бұл жерде. То есть по сути бір күннің өзінде де сабақ оқып, еще демалу, еще достарыңмен немесе семьяңмен сөйлесу, деген сияқты нәрсені по сути бір күннің өзінде де бүйтіп сыйдыруға болады. То есть это тоже и баланс, что бәрі бар понемногу, чтобы сен бір жаққа қатты кетіп қалмайсың, тек қана жұмыс жасау, немесе тек қана сабақ оқуға қатты кетіп қалмайсың, То есть баланс бар. То есть вот не вот так, а немного вот так. Надеюсь, түсінікті. То есть по сути жоспарлап күніңнің өзін
балансированно ұстауға болады. Күніңнің өзінде баланс жасауға болады. Яғни апталықта да тоже болады. Мысалы 5 күн, жұмыс күндері жұмыс жасайсың, немесе там саморазвитие или там кітап оқу или там сабақ, универ деген сияқты. Потом суббота, воскресенье, яғни демалыс күндері оған ондай емес, басқа жұмыс жасау. Яғни қыдыру, там киноға бару или то есть белгілі бір басқа іс-әрекеттер бұл жерде, сенбі жексенбі күндері. Одан бөлек, мысалы баланс деген кезде біз тоже белгілі бір түсінігі бар, белгілі бір іс-әрекет, оған қарама-қарсы іс-әрекет жасау. То есть баланс деп айтады, осыны. Яғни бұлай тоже қараған негізі дұрысырақ деп ойлаймын, себебі не знаю, сабақтан басқа маған мысалы келмей жатыр миыма. Ну ладно, айта берейік сабақ деп. Что сабақ оқи берсек, бетін көре алмайтындай вообще шаршап кетеміз. Не знаю, болды ма, сенде болмады ма, или таныстарыңда сондай болады. Сен уже кітапты оқығың келмейді, жаңа информация білгің де келмейді, Что вот сондай болмау үшін, или немесе даже сезіне бастасаң, что шаршадың сабақ оқып, саған лучше попробуй вот негізі соған қарама-қарсы нәрсе жасауға. Яғни уже яқта бірден үйреніп жатсың, там каждый день новая информация, саған наоборот қарама-қарсы тірлік жасау. Яғни белгілі информация алып үйренбейсің, маңызды там сабаққа қатысы жоқ, бірдеңе үйренуге қатысы жоқ іс-әрекет. Менде бір өзімде болды, белгілі бір өмірімнің кезеңінде жұмыс күндері, яғни 5 күнде менде, не знаю, өзім қызыға бастадым белгілі бір жаңадан информация тұтынуға. Яғни бұл бізде видео, көп әртүрлі видеолар көре бастадым. Яғни әртүрлі мамандықтар туралы белгілі бір жаңа информацияны түсінесің. Сондай әртүрлі интернеттен видеолар көре бастадым. Өте маған қызық болды. Кстати, соның бір қазір айта салайын. Қызық болды маған сот орындаушы емес, адвокат өзінің жұмыс туралы айтып жатты. Белгілі бір әйел кісі. И сол жақта өзінің жұмысын емес, по сути, коллегаларымның белгілі бір поступктар, адвокат ретіндегі. Сол жақта айтып жатырды. Бір случай болды дейді, белгілі бір жағдай. Короче, 2 адам болған, олар заңды емес түрде онлайн ақша зарабатывать еткен, өздерін ақша алған, былай айтқанда. То есть белгілі бір жерлерден алған ақша онлайн. И яғни олар өздерінің үйлерінде болған, соны білген, полиция келген, үйлеріне кірген. Әрине олар өзінің адвокатын сразу шақырған. Сөйтіп сол жерде адвокат келеді, бірнеше уақыттан кейін. Сөйтіп разбираться ете бастаған кезде біледі, что негізі осы 2 адам заңды емес тұрғыда ақша тапқан. Әрине олар онлайн болғандықтан девайстарына, яғни ол бізде сотка, телефон, и ноутбук, компьютер. И сол жерде адвокат біле бастайды и көреді. Тура, білмеймін қай жерде айтады, белгілі бір жерде ноутбуктар тұратын стөл, немесе диванның қасы, сондай жерлерден сол ноутбук тұрғанын көреді адвокат, өздерінің 2 клиентінің. И полициялар басқа тірлікпен араласып жатқан кезде, ол белгілі бір адвокат көрсетпей өзінің сумкасына сол, яғни 2 клиенттің жаңағы заңсыз түрде ақша тапқан адамдардың ноутбугын өзінің портфеліне салған. Потому что ноутбук, по сути, мына жақта өте үлкен дәлел болып тұр ғой, соны алып, соның ішінен көруге болады, қалай заңсыз ақша тапқандар. Вау. И соны алған өзінің портфеліне салып тастаған. По сути, уликаны тыққан. Өте қызық. Сол видеода адвокаттар айтып жатырды, что менде болды әрине осындай ойлар, жұмысымның ең қиыны, что мен, по сути, заңсыз тірліктер жасаған, заңсыз әрекеттер жасаған адамдарды мен заңсыз тірлік жасамады деп, яғни ақтап алам. Сондықтан әрине менде ондай переживание, ойлар болды, потому что морально дұрыс емес тірліктер жасап жатырмын деген сияқты. Бірақ потом адвокат айта бастайды, что бұл менің жұмысым, және менің жұмысым өзімнің клиентім дұрыс жасап тұр ма, дұрыс емес жасап тұр ма, шынымен айтып тұр ма, шынын айтып тұрған жоқ па, мәселе ода емес, мен жұмысым клиентімді қорғау. Әрине оны жеңдіртуге тырысу, оны ақтап алуға тырысу. То есть бұл менің жұмысым. Өте қызық. Ал бірақ сол видеоның астында комментарийлерде наоборот жазып жатты. Қандай жаман, там заңсыз тірліктер жасағандар заң алды құтылып кетеді деген сияқты. Өте қызық болды. Әрине маған өте қызық болды, белгілі бір жаңа информация тұтынған. Но суть в том, что белгілі бір уақыт өткеннен кейін мен түсіне бастадым, мен уже новый информацияны тұтынғым келмейді, жаңа информация үйренгім де келмейді, мен ондай видеолар көргім де келмейді, себебі мен шаршап кеттім.
мен байқай бастаймын, что просто каждый день бірнеше рет осындай өте қызық болса да өте көп информациялар тұтына бергеннен шаршадым. Вот менде болды сондай кездерде, мен я помню соңғы рет телефоннан мен белгілі бір шоу көрдім. Өте андай қызық деп те айта алмаймын, просто бірақ андай жаңадан нәрсе үйренбейсің. По сути интеллектуальный емес, entertainment қой, ойын-сауық, фокус ойын-сауықта. По сути ештеңе ояқтан үйренбейсің, негізі ұзақ уақыт көре берсең, просто деградация ұшырайтын телешоулар бар ғой, әрине жетеді. Просто соны көрдім тупо. Потому что шаршап кеттім, белгілі новый информация тұтынғанда немесе там мәселелер, там өмірдегі там мынау просто көресің сондай. И айта аламын, что вот кішкене көмектесті. Не үшін вообще көмектесу мүмкін, бұны былай қарап тұрсақ, ойлансақ, иә. Себебі бұл жақта фокусты басқа нәрсеге аударасың, вообще қарама-қарсы нәрсеге. То есть көмектеседі мына жақтан шығуға. Иә. Яғни сен ұзақ уақыт сабақ оқыдың, одан вообще сабақ оқымайсың, там басқа нәрсе тірлік істейсің там. Не обязательно әрине отырып алып жаңа қызық емес деградацияға ұшырайтын телешоуларды көруге, бірақ басқа тірлік оған қарамас тірлік жасасаң болады. Чтобы вот мына жақтан фокусты уже басқа нәрсеге аудару үшін қарама-қарсы эксперимент жасап көруге болады, что вот мына жақтан шаршамау үшін. Одан соң айтатыным, баланс, вообще концепциясы, баланс деген, бұл бізде негізі универсалды нәрсе емес, яғни ол барлық адамға бірдей емес негізі. Потому что әркімнің әртүрлі приоритеттер бар, әртүрлі сфераларда. Сен белгілі бір уақытыңды жұмысқа арнауы мүмкін, бірақ басқа адам үшін ол өте үлкен уақыт болуы мүмкін. Сен үшін нормально, и ты өзіңді нормально сезінесің, иә? Мынанша уақыт жұмысқа арнайсың, одан соң басқа тірліктер істейсің. Бірақ өзің қатты шаршау күйінде сезінбейсің, өзің қатты шаршамайсың. И это нормально. То есть бұл жақта мәселе барынша баланстауға тырысу емес, бұл жақта мәселе белгілі бір суть бұл жерде, чтобы сен шаршамау үшін белгілі бір іс-әрекеттен выгорание болмау үшін, сондықтан баланста ұстауға тырысу. То есть өзің жақсы сезініп тұрсаң, белгілі бір іс-әрекеттер жасап, тогда нормально, то есть проблема жоқ. Баланс ұстау, баланс концепциясын кішкене ойлануға тырысу керек. Егер сен өзіңді байқайсың, что мына белгілі бір іс-әрекеттен шаршап жүрмін, может мен демалған жоқ шығармын, жұмыс жасап, иә, деген сияқты сұрақтар өзіңе қою керек. Сондықтан әртүрлі әмбебапты нәрсе емес, по сути, баланс концепциясы. Содан соң айтқым келеді, өмірде әртүрлі кезеңдер болады, және де әрқашан баланс ұстау тоже қиын болуы мүмкін. Даже не обязательно, потому что мысалы студент болатын болсаң, сессия кезі немесе рубежка кезі болған кезде әрине бізде фокус болады сабақ оқуда. Ертең менде экзамен болатын болса, әрине мен сабақты оқуға тырысамын. Бұл жолы мен там далада қыдырып жүрмеймін достарыммен бірге, потому что менде фокус бұл жерде сабақ оқу бүгінше. То есть бүгінше баланс қатты емес. Әрине ол бітеді, одан кейін сессия, одан соң мен қыдыру мүмкін. То есть не обязательно баланс всегда болмайды, баланс әртүрлі болуы мүмкін. Әр кезеңде өміріміздің. Потому что фокус өзгереді, белгілі заттарға приоритеттер тоже өзгеруі мүмкін. Сондықтан, то есть вообще негізі баланс ұстау керек. Егер сен өзіңді не очень сезіне бастасаң, өмірінде белгілі бір сфераларға қатты что-то отпадает, белгілі бір сфераларға сен көңіл бөліп отқан жоқсың. И соларды кішкене ойланып, кішкене қарастыру үшін, или одан бөлек өзің шаршаңқы, яғни выгорание сезіне бастасаң, вот сондай кездерде уже баланс туралы концепциясын қарастыра бастау керек, ойлана бастау керек, мен не істей аламын деп. Егер өзің нормально сезініп жүрсең, белгілі бір и тебе устраивает, конечно, ондай кезде проблема жоқ. Бүгінгі біздің подкасттың тақырыбы осындай болды. Надеюсь, белгілі бір ойлар туындаған шығар. Туындамаса тоже нормально, по сути. Тыңдағаныңа рахмет. Келесі видеода кездескенше, пока.